Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге Санжар Керімбай ағамыздың салт дәстүр сөйлейді отбасы хрестоматиясынан құрсақ шашу салты туралы оқып берем. Амина анамыздың бойына бала біткенде Мұхаммед пайғамбардың нұры анасының жатырына ауысады. Нұрдың шапағынан Амина анамыздың дидары нұрланып сала береді. Сыр сымбаты бұрынғыдан да ажарланып, көркі кемелінен асыпты. Ел арасында нұр дидарлы, ең әдемі әйел, аяғы ауыр әйелі, жүкті әйелдің жүзінен нұр еседі деген сөздер осыған орай айтылыпты деседі. Амина анамыздың нұр жамалына ынтық болған періштелер, оның дидарына қарау үшін аспан әлемнен ағылып келеді екен. Тәңірі періштелерге: дүниеге менің сүйікті досым келеді. Жәннаттың дүр гауһарлары мен інжу маржандарын Аминаға шашыңдар. Шашулар оның жүрегіндегі мейірім мен махаббаттың шексіз қайнар көзін ашады. Аминаның қуанышына ортақ болған жандарға менің рахмет нұрым жауады. Аяғы ауыр келіншектің ниеттес жақындары неғұрлым көп болса, ұрпағының да адал достары соғұрлым көп болады дейді. Бұны естіген періштелер, үрлер мен ғилмандар жарыса барып, пайғамбардың анасына шашу шашады. Пештің жеміс-жидектерімен Амина анамыздың жүрегін басып, Кәусар бұлағының суымен шөлін қандырады. Қазақ арасында құрсақ шашу деген дәстүр осыған орай шықса керек. Әйелдің бойына бала біткен естіген жұрт оның шаңырағына келіп, шашу шашып, ақ тілек айтатын болған. Көрші келіншектер мен ақжүрек құрбылары және тату абысындары оның жүрегін басу үшін әртүрлі тәтті, дәмді ас-ауқаттар пісіріп үйіне барады. Енелері келінді ата-баба әруағы қолдап жүрсін деп үйінің оң жақ керегесіне ақ орамал байлайды. Құрсақ шашу дәстүрі Алпамыс батыр жырында да баяндалған. Бай бөрі мен аналық барлық әулиені қыдырып, етегін шеңгел сыдырып жүріп, Құдайдан бала тілейді. Баба түкті шашты әзіз әулиенің басына түнеген түні тілегі қабыл болып, бәйбішенің құрсағына бала бітеді. Осы жаңалықты естіген ел жұрты жиналып, құрсақ шашу шашады. Ақселеу Седімбекұлының шалқыма үлгісімен баяндаған Алпамыс батыр жырында жақсы нышанды көздері көріп, көңілі орныққан ел жұрты сол жерде құтты болсын айтысып, байбөрінің төбедей ақ ортасының төріне жеткізе құрсақ шашу шашты деп суреттейді. Алпамыс батыр жырының Сұлтанқұл Аққожаев жырлаған нұсқасында әр жерден халқы келді де, құтты болсын деді де, құрсақ шашу жеді де, қайтадан халқы тараған деген жыр жолдары бар. Қазақстанның басым бөлігінде бұл дәстүр күні бүгінге дейін жалғасын тауып келе жатыр. Махаббатпен, адал достықпен мағыналы өмір сүремін деген адамға бұл салт таптырмайтын тәрбие құралы. Сүйінші сұрау. Ыбырайым пайғамбар көпке дейін бала сүймейді. Бірде Бибі-Ажар анамыз ұл босаныпты. Пайғамбардың қуанышы қойнына симай, жұрттан сүйінші сұрапты. Тәңірі де оның қуанышын бөлісіп, мендей мәрт Құдайға жомарттық ғана жарасады, сүйіншіңе тағаным болсын. Ақырдың соңында шығатын досым Мұхаммедтің нұры осы ұлыңның белінен тарайды депті. Осыдан бастап ел ішінде біреудің шаңырағында қуаныш болса, ол жұртпен бөлісіп, сүйінші сұрайды. Ел жұртта оның қуанышымен бөлісіп, байғазы береді екен. Бұл үрдіс барлық пайғамбардың тұсында жалғасып отырған. Исламда да осыған орай мынадай аңыз бар. Сахабалардың бірі Әбу Лақапты түсінде көріп, оның жағдайын сұрапты. Жағдайымның несін сұрайсың? Ұлық пайғамбардың жақын ағасы болсам да, Тәңірінің рахметінен махрұм қалдым. Мен қара басты. Тәңірісінің досымен дұшпандасып, оған зарар бердім. Ақырында Құдайдың қаһарына ұшырап, жаһаннамға түстім дейді.
бірақ соның өзінде Тәңірі маған екі түрлі жеңілдік жасады. Екіншісі, сол күні шахадат бармағымды сорсам, одан салқын су шығады, шөлімді қандырып рахаттанамын. Не себептен олай деп сұрайды сахаба. Мұхаммед пайғамбар дүйсенбі күні түнде туды. Менің күңім бұл хабарды айтып, менен сүйінші сұрады. Сол жолы шын қуанып, күңімді құлдықтан азат еттім. Соның құрметіне Тәңірі мені бір күн азаптан босатады. Сосын күңіме, үйдегі шұбатты алып Әминаға апар. Күш-қуаты сарқылып, әлсіреп жатқан болар. Шұбат ішіп, әл жинасын, омырауына құнар бітсін деп едім. Соның шарапатынан болар, дүйсенбіде бармағымды сорсам, шұбат шығады. Жаным жай табады депті. Сахаба ертесіне көрген түсін пайғамбарға айтып береді. Сонда пайғамбар, бұдан былай кез келген қуанышты сүйіншілеңдер. Сүйінші сұраған кісіні құр қол қайтармаңдар. Шамаларың жетсе, сыйлық беріңдер депті.